Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге пиццаның рецептісімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Ең алдымен жылы су, тұзымызды, шекерімізді, дрожжимізді, шімшік майымызды құйып, майонез салып, ұнымызды жай-жайдан салып қасықпен бұлғаймыз. Одан кейін қолымызбен иілеп, үстін осылай салафанмен мен сияқты жауып, жылы жерге 20-30 минутқа қойып қоямыз. Ашыған қамырдың үстін мен сияқты басып, керек мөлшерімізде қамырымызды бөліп аламыз. Табаны осылай етіп, қайтып пісіргенде, піскен соң пиццамыз ыңғайлы алынады. Пергаментті бумаганы осылай мен сияқты құйып, табанның үстіне қоямыз. Жабысып қалмас үшін шімшік майда жағып, қамырымызды жаямыз. Мен қамырды қолмен тартып жайдым. Немесе оқтаумен жаюға болады. Шеттерін шығарып, осылай жаямыз. Кетчупымызды, майонезімізді құйып жағамыз. Ең бірінші сырымызды саламыз. Помидор, сосискамызды саламыз. Жаңағы шеттерін шығарып жайдық қой, соны ішіне қарай бүгеміз. 180 градуста, 200 градуста қызып тұрған пеште пісіріп 20 минут пісіріп аламыз. Жұқа әрі жұмсақ болып шықты. Кәдімгі пиццериядан да айырмашылығы жоқ. Сіздермен болған Сұлу. Ас болсын.